Сәлем достар, біз бүгін қаттама жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады. Содан кейін үстіне тұз себеміз. Бір жұмыртқа. Содан кейін жаңағы сарағашымызды құятын боламыз. Барлығын дұрыстап араластырамыз. Нан шығарамыз. Содан кейін оны салафанға салып, көтерілгенше қойып қоямыз. Ал біздің қамырымыз көтерілді. Осындай жұмсақ болу керек. Біз осындай бөліктерге бөліп аламыз. Біз оны өлшеп тұрдық. Өлшеп дайындап болғаннан кейін біз оқтаумен осыларды жаятын боламыз. Осындай жұқа болу тиіс. Содан кейін біз сары майымызды ертіп аламыз. Және де осылайша видеодағыдай оның барлығын жағамыз. Оның үстіне тағы да екінші нанымызды төсейміз. Содан кейін тағы да солайша қайталап үстіне осылай жағамыз. Тағы да бір нанды солайша жасаймыз. Содан кейін сол үшінші қабатына да жаңағы сары майымызды жағып шығамыз. Және де осылайша біз оны ұзыннан кесіп аламыз. Содан кейін дәл видеодағыдай орайтын боламыз. Бәрін орап шыққаннан кейін біз осының барлығын салафанға салып, холодильникқа тұруға жібереміз. Содан кейін осылайша біз оны жайып аламыз. Дайын болған нандарымызды сковородкаға пісіріп аламыз. Содан кейін жаңағы маргарин немесе майымызды ертіп алып, оның үстінен осылай жағып отырамыз. Ал біздің қатпаннан өте әдемі, дәмді әрі түрі күшті болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.